Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін закваска дайындаудың 3-ші этабын көрсететін боламын. Осы көріп тұрғандарыңыздағыдай табиғи ашыткыны бүгін дайындаймыз. Алдыңғы этапта баклажкадан газды қалай дұрыс шығару керектігін көрсеткен болатынмын. 3 күн бойы жаймен газды шығарамыз деп айтып көрсет. Ал енді бүгін алманың әсерінен ашыған суымыздан табиғи ашыткыны дайындайтын күн. Ең алдымен баклажканың газын шығарып аламыз да, содан соң сүзгінің көмегі арқылы бір ыдысқа сүзіп аламыз. Таразы міндетті түрде керек болады. Барлығын сүзіп алдым, менде 505 грамм шықты. Енді оған ұнды қосып илеп алуым керек. Бізге міндетті түрде ақуыздық мөлшері 10,5-тен жоғары ұн керек. Мен 705 грамм ұнды өлшеп алдым. Міндетті түрде 200 грамм артық болу керек. Яғни 200 грамм алманың суы болса, 400 грамм ұн болуы қажет. Енді судың үстіне ұнымызды салып, қолымызбен илеп алатын боламыз. Бізде осындай жабысқақ қамыр шығады. Жабысқақ екен деп үстіне ұн салып отырудың қажеті жоқ. Дәл осылай 2 литрлік банкаға салып аламыз. Салып болған соң бетіне силиконовый қақпақты жауып, орап 7-8 сағатқа көтерілу үшін қоямыз. Содан кейін оны холодильникте сақтаймыз. Керек кезде шетінен алып қолдана береміз. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.